Шарықтаған ән мың құбылған би Астана қаласының Ғали Орманов атындағы нөмір 7 мектеп гимназиясында болды. Қарттарым алтын қазынам, міне осылай атауда берілген. Астана қаласының Сарыарқа ауданына қарасты 4 пәтер иелерінің кооперативінен 56 қарияның құрметіне ұйымдастырылған іс-шара. Шығармашылық тұстарды мектеп ісінің тәрбие жөніндегі орынбасары Сара Бектауғызының еңбегі дейді мектеп директоры. Қарттар күніне арналған, қарттарды қадірлеп жатқан жастарға рахмет. Сіздерге, мектептің ұжымына, оқушыларға аз да болса өздерінің шағын ғана концерттерін көрсетіп, билеп, өлең айтып, өркендер өссін. Отлично, благодарность ему, директору, учителям всем благодарность. Маңдайынан аққан терін бір сүртіп қойып, білегін түре іске кіріскен мектеп басшысы Жанат Тұрысбек қызын сөзге де тарттық. Өскелең ұрпаққа тәлім тәрбие бағыт көрсету әрбір ұстаздың міндеті. Үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсету бұл әрбір Қазақстан Республикасы азаматының міндеті деп ойлаймын. Дастархан жайылып, қарттарға дәм ұсынылды. Шаттық көңіл, күлімдеген көз, елжіреген сөз қарттардың құрметіне арналды. Соңында сыйлық беріліп, қимастықпен қоштасты. Бұл жерде мектептің кәсіби одақ ұйымының төрайымы Зейнеп Қалихан қызының еңбегі де барын айта кеткенді жөн көрдік. Қуантай Амантайұлы, Нұрсұлтан Ескендір, Астана қаласынан білім айнасы үшін.